бір адам бар, жағдайы бар, ол сауда сатуға мұқтаж емес, бірақ уақып қылғысы келіп тұр, өзінің атынан немесе өмірден өткен әке шешесінің атынан. Кәсіпкермен сөйлестім Астанада. Сөйтіп ол кісі айтады, 90-шы жылдағы Қазақстандағы 10 кәсіпкердің бірі. Сол кісі маған айтады, енді ол кісі жаңағы өндірістік немен айналысады, производитель ғой өзі. Производствосы бар. Енді ол керемет түсінеді да бұндай дүниені. Мына жоба дейді, Қазақстанда су секілді кетеді дейді, мына жобаңыз дейді. Неге? Өйткені дейді, мен мысалы әкемнің атынан садақа қылғым келеді, не жасайтындығымды білмей жүрген адам көп дейді. Сөйтіп маған айтады, мен мына жерге, мына руханият дегеннің орнына әкемнің атын жазып қойсам бола ма дейді, маған айтады. Соның дүкені деген сияқты. Мен айттым, болады дедім. Оны тақтайшаға жазып қоямыз дедім да. Мынау пәленше ұлының атынан жасалған уақып, ұлы түленшенің атынан. Кәдімгі ашылу салтанатын жасаймыз. Уақыпнама деген құжат береміз қолына. Уақып жасағанын растаймыз да. Ол оны ұрпағына тастап кетеді. Ұрпағына тастап кетеді. Жақсы ма? Бұл менің жүйем емес. Бұл исламның жүйесі.